15-ші есеп. Мотоциклшы мен велосипедші бір бағытта 260 км арасы әртүрлі қалалардан шықты. Мотоциклшының жылдамдығы 112,5 км сағат, ал велосипедшінің жылдамдығы 31,25 км сағат болса, олар неше сағат өткенде кездеседі дейді. Біз мынаны түсініп алайық. Мынау бірінші қала болсын, мынау екінші қала болсын. Бірінші мотоциклшы осы қаладан шықты, ал екінші велосипедші осы жерден шықты. Және олардың мынау екі қаланың арасындағы қашықтық 260 км. Екеуі де бірнеше сағат жүргеннен кейін мына жерде олар кездесу керек. Осы кездескенде уақыт қанша уақыттан кейін кездеседі деп сұрайды. Бізде мотоциклшының да жылдамдығы бар, және велосипедшінің де жылдамдығы бар. Жазып алайық. Мотоциклшының жылдамдығы бізде 112,5 км сағат. Ал велосипедшінің жылдамдығы 31,25 км сағат. Егер екеуі әртүрлі қаладан, бірақ бір бағытта шыққан болса, онда жақындау жылдамдығын табу үшін, бір-біріне жақындау жылдамдығын табу үшін біз біріншінің жылдамдығынан екіншінің жылдамдығын азайтамыз. Яғни 112,5-тен азайтамыз 31,125-ті. Мына жерге азайтайық. 112,5 азайтамыз 31,125. 10-нан 5-ті азайтамыз 5, 4-тен 2-ні азайтамыз 2, 2-ден 1-ті 1, 11-ден 3-ті 8. Демек 81,125 бұл жақындау жылдамдығы. Егер олардың ара қашықтығы қазір 260 км болса, және жақындау жылдамдығы осындай болса, 81,125 км сағат болса, онда біз олардың кездесу уақытын табу үшін қазіргі ара қашықтығын жақындау жылдамдығына бөлеміз. Мына жерге бағандап бөліп алайық. 260-ты бөлеміз 81,125-ке. Өтірді 2 орын алдыға жылжытайық, және мына жерге 2 нөл қосайық. 26.000-ды 8125-ке бөлгенде 3-тен берейік. 3-ті 5-ке көбейтеміз 5, 3-ті 15, 5-ін жазамыз 1 ойда, 3-ті 2-ке 6, ойдағымен 7, 3-ті 1-ге 3, және 3-ті 8-ге 24. 26.000-нан 24,375-ті азайтайық. Мұнда біреуін береміз, мұнда 5 болады. Мұнда 10, тағы біреуін береміз 9, мұнда 10 болады, 9, біреуін береміз 10. 10-нан 5-ті азайтамыз 5, 9-дан 7-ні 2, 9-дан 3-ті 6, 5-тен 4-ті 1. Яғни 1625 шықты. Әрі қарай бөлейік, яғни мына жерде үтір бар, мұнда да үтір. Үтірден кейінгі бір нөлді төмен түсірейік. 16.250. Оны 8125-ке бөлгенде 2 болады. 2-ні 5-ке көбейтеміз 11 ойда, 2-ні 2-ке көбейтеміз 4 ойдағымен 5 болады, 2-ні 1-ге көбейтеміз 2, 2-ні 8-ге 16. Азайтқанда 0 болады. Демек, 260-ты 81,125-ке бөлгенде 3,2 сағат шығады екен. Демек, мотоциклшы мен велосипедші 3,2 сағат өткен кезде кездеседі. Нұсқалардың ішіндегі дұрысы С нұсқасы.